Сәлем қыздар, осындай кока-коламен жасалған нанды жеп көргенсіздер ма? Егер де жеп көрмеген болсаңыздар, дәл осы рецептті соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Нан өте қытырлақ, күшті болып шығатыны сөзсіз. Ең басты керегі бізге жылы бөлме температурасында осындай кола, алдымен ұнымызға тұзды, одан соң құмшекерімізді және де ашытқымызды салып, осы құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Одан соң осы ұнымызға жылы бөлме температурасында тұрған коламызды құйып, осыдан жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қыздар, сіздерге барлық заттың қанша мөлшерде керегін төменде описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Әркімнің өз еркі, өз қалауларыңыз бойынша білесіздер жасайтындарыңызды, жасамайтындарыңызды. Бірақ та наннан кәдімгі коланың дәмі шығып тұрады. Егер де кім коланы ұнатпайды, сол кісілер бұл рецепті жасамай-ақ қойыңыздар. Осылай жұмсақ қамыр шығады бізде. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді осы ыдысымыздың түбін майлаймыз. Ыдысымыздың түбін майлап, осыған қамырымызды салып, қамырымыздың да бетін майлаймыз. Осылайша қамырымызды ашытуға 1,5-2 сағатқа қалдырамыз жылы жерде. Біздің қамырымыз осылай ашып шығады. Осылайша сопақтап алып, дәл осы қамырымызды теңдей 6 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлінген бөлігімізді күлшелеп қоямыз. Жалпы сіздердің осы коламен қамыр илегенге сіздердің көз қарастарыңыз қандай? Төменде комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Әр адамның ойы әртүрлі. Барлықтарыңыздың пікірлеріңізді біле отырайық. Күлшелеп алған қамырларымызды біреулеп алып, сопақ етіп жаямыз оқтаумен. Домалақ емес, сопақ етіп жаямыз. Видеода көргендеріңіздей, енді осы жайылған қамырымызды ораймыз. Дәл видеода көргендеріңіз осындай ұзынша етіп ораймыз. Барлық қамырларымызды шет-шетінен дәл осылай істеп шығамыз. Алты қамырдың алтауын да дәл осындай қылып жасаймыз. Қыздар, мен арнама тіркеле кетіңіздер. Лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің әр қайсыларыңыздың ойларыңыз мен үшін маңызды. Міне 6 қамырдың алтауын да дәл осылайынан істеп шықтым. Барлығын рет-ретімен барлығын ұзындығын бірдей қылып қоямыз. Осылайша әр қайсының бастарын бір-біріне біріктіреміз. Одан соң осы жердегі 3 қамырға қамырды жұмыртқа жағып шығамыз бетіне. Осы жұмыртқа жағып шыққан қамырларымызға мак себетін боламыз. Мак, күнжіт, мейлі не нәрсе сепсеңіздер де болады. Бірақ молынан сеуіп шығамыз. Енді осы қамырымызды, алтыға бөлінген қамырды өретін боламыз. Видеода көргендеріңіздей, болмаса өздеріңіз 6 өрімді білсеңіздер, 6 өріммен осы қамырды
әдемілеп өріп шығамыз. Мен де мұнда видеода негізі өзім қалағанымша өре бердім. Әрқайсы шатасып, дәл осындай өрім шықты. Осыны пешіміздің табасына салып, қалған жұмыртқа жағылмай қалған қамырға жұмыртқамызды жағамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне дәл осындай қып-қызыл болып күшті болып пісіп шықты. Нан енді өзіме қатты ұнады, күшті болды. Ортасы барлығы толықтай піскен. Өте дәмді нан болып шықты, ерекше. Ыстықтай, кәдімгі май жағып жегенге де күшті болады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріп, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Осы рецепт ерекше рецепт болды, қыздар. Мен арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер.